Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Саржас кәсіптік техникалық колледжі нөмірі 35 топ мамандығы фермер шаруашылығы өндіріс оқу шебері мен Мұқажанов Ирубай Тұрсынбекұлы. Сабағымыздың тақырыбы электр сұлбасы, мақсаты электр сұлбаларын меңгерту. Сабақты бастамас бұрын электр қауіпсіздігі ережесін мұқият сақтаған жөн. Кез келген монтаждық жұмыстың жүргізу үшін бірінші схемасын сызып аламыз. Бүгінгі қарастыратынымыз бір батырмалы ажыратып қосқыш схемасын қарастырып аламыз. Схеманы бірінші тоқты келген фазаны тоқты алып тарату қорабына әкелеміз. Одан тарату қорабынан ажыратып қосқышқа алып келеміз. Ажыратып қосқыштан электр шамына қосамыз. Электр шамынан алып, қайтадан нөлге қосамыз. Сонда бізде тарату қорабында 3 циклдалу пайда болады. Енді осы схемаға байланысты біз анектан жаңағы ажыратып қосу несін көреміз. Біз енді мына арнайы құрылғылармен кабельдің бастарын аршып аламыз. Міне кабельдің бастарын аршып аламыз. Кабельдің бастарын аршып алдық дейік бәрін. Енді біз арнайы тоқ тексеріш құралыменен проводтың келген нөл қайсында фаз екенін тексеріп анықтап аламыз. Анықтап алдық дейік. Содан кейін ары қарай жалғауды бастаймыз. Мынау біздің нолевой провод, 0. Бұны бүйтіп жалғап, бір шетіне қойып қоямыз. Нолевой провод жалғап алдық дейік. Бұл электр шамына кеттік. Прямой 0 электр шамына кете береді. Екіншісін тексеріп алдық дейік, мұқият құрылғыменен. Енді бұл фазыны біз включателдің бір басына жібереміз. Электр включателдің басына жібердік. Бұның да басын орап тастаймыз. Енді үшінші қалған проводты біз электр шамына жібереміз. Бұның да басын мұқият проводтарды жинақтау құралының ішіне әдемілеп дұрыстап жинап аламыз. Қораптың ішіне жағамыз. Енді біз тоқ көзін жіберіп, электр схемамыздың дұрыс істемегенін тексеріп аламыз. Біз құрылғыға тоқ көзін жібердік, енді тексеріп көреміз. Міне біздің жалған құрылғымыз жұмыс істеп тұр. Ажыраттық, қостық. Бәрі дұрыс жұмыс істеп тұр. Ешқандай короткий бір-біріне берілген. Ал енді мұқият тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі үйге тапсырмамыз жаңағы электр сұлуларының схемасын сызып үйрену.